Мінекей onlinestopwatch.com сайтына кіреміз. Сайтта тегін жұмыс істеу мүмкіндігі бар. Мінекей сайтқа кірдік. Сайтқа кіргеннен кейін random name plickers батырмасын басамыз. Яғни рандомда оқушылардың рандом әдісі арқылы оқушылардың атын шығару деген батырма. Астына мынандай шеңбер, болмаса қалпақ, осындай басқа да тиындар, әртүрлі машина, ойыншықтар түрлерін таңдасаңыздар болады. Біз мінекей мынау кранды таңдайық. Мінекей жүктелді. Енді мұндағы настройканы басып, мұнда адамның аттарын өзгертіп шықсақ болады. Мысалы, мен мұнда өшіріп, «20 бала» деп ала берейін. Мінекей 20 адамның атауын енгіздік дейік. Мінекей сейв батырмасын басамыз. Мінекей галочканы бастық. Мінекей загрузка болып жатыр астында. Play батырмасын басамыз. Және click here деген батырма басамыз. Мінекей ашылды. Енді мына астында тұрған use the claw crane machine full screen деп тұр. Яғни полный экранға қосу деген батырма. Соны басамыз. Супер full screen дегенді бассақ, мінекей барлық бетке бірден ашылады. Мінекей енді былай экранды шектіп. Мінекей remove name дегенге галочка тұрса, осы есімді алып тастайды тізімнен. Ал егер continue'ді алып тастамау керек болса, былай крестик қоямыз. Алып тастау керек болса, галочканы қойып continue деп жалғастырып, келесі оқушыларды ала береміз.